Тышқанға тұрса мысық бар, адайға тұрса ысық бар деген бір сөз айтып жатамыз. Енді ысықтар туралы. Оның ішінен шыққан батырлары, билері. Мұхаммедті көрейік, батырлығы рас болса, жанына жолдас болып ерейік деп 92 батыр бар дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түркім келді, көркім келді деген хадисті айтты деп, жаңағы арабшасы мен қазақшасы мен басқа жүзіп келтіреді ғой. Қазақтың түп атасы батыр түрік, арабсың деген сөздің түбі шірік дейді. Ысық, ұлы халық, бірақ оны ырға тілі келмейтін кісі айтқан деп те әзілдеп атады. Сен жамылып келеміз деген өлеңде олардың кемінді деп айтып жатады. Ассалаумағалейкум, құрметті Шежіре медиа арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен бірге ұру және шежіре жайлы сөз қозғамақпыз. Бүгін бізде қонақта Асан мешітінің бас имамы, өлкетанушы, шежіреші Жақатов Мұратбек Қасыпұлы келіп отыр. Аға, қош келдіңіз. Рахмет, қош келдік. Енді осы шежіре жайлы алдыңғы бір подкасттарда сіздер жалпы шежіре жайында сөз қозған екенсіздер. Бүгін енді соның ішіне нақтырақ кірсек, соның ішінде кіші жүздің ішіндегі байұлы бөлімі туралы айтсақ деп отырмыз. Яғни осы байұлы атауы қайдан шықты және қай кезеңге жатады? Біреулер айтады, бұл түркілік кезеңнен бастау алады дейді. Ал екінші бір азаматтар айтады, бұл кейіннен шыққан сөз деп. Енді осыған нақты өзіңіз жауабын берсеңіз. Кіші жүздің ішінде енді үш үлкен арыс бар ғой. 7 ру, 6 ата әлім және 12 ата байұлы деген. 12 ата байұлыны Қадырбайдың ұлдары 12 сыйық болған кезеңінде деп айтылады. 12 сыйық соғыста өліп, Қарақалпақ арасына сіңіп, басқа жақтаға көшіп кеткен, қоныс аударып, содан 3 сыйық қалды деп айтылады. Ауызша деректерде Қыдыр сыйық, Бақ сыйық, Сұлтан сыйық деп. Енді Қыдыр сыйықтан Шеркеш руы қазіргі уақытта, Бақ сыйықтан Ысық руын таратып, Сұлтан сыйықтан Масқар, Асқар, Алаша, Тана, Әлке деп 5 бала таратады да. Масқар руы 8 ар сөз алдына 1 ру, Асқардың балаларын Байбақты, Жанбақты, Тәнбақты, 3-еуін Байбақты ру деп, Алаша деп, 3-шін, 4-ші Тана ру, Әлкені Қызылқұрт деп атап кеткен екен. Сонымен енді 7-еу болады. Сосын 12 атаның орнын толтырайық деп, сол бұрынғы 12 сыйықтан қалған немерелері, шөберелерін қосып 12 ата байұлы жасаған екен деген ауызша деректер бар. Беріш, Адай, Жаппас, Таз, Есентемір 5-еуін қосып 12 ата байұлы деп жүрміз. Оралдың айналасында негізі көптеген рулар бар. Соның ішінде ең көп кездесетіні, енді өзімнің сұрауым бойынша, Байбақты руы көп кездесіп жатады. Осының енді шығу тарихына бір үңілетін болсақ, Байбақтың негізі Асқардың баласы деп кейбіреулер айтады. Одан кейін Жанбақты мен Тынбақтыны Танадан тараған деп біреулер сөз қозғап жатады. Осы туралы нақты ақпар қалай? Енді байұлы, мына Арғын, Найман деген сияқты солармен деңгейлес, жалпы бәрін қосып айтқанда сондай рулардың бірлестігі. 12 ата байұлының ішінде жаңағы 3 сыйықтан тарағандар, қазіргі сәби балалар, мысалы 20-шы, 19-шы ұрпағы болып келеді сол. Байбақтының, Алашаның, Тананың, Қызылқұрттың, Масқардың. Мына қалған Беріш, Адай сияқты рулар, бұл 14 ата, 15 атаға келіп тіреледі. Соның ішінде енді Байбақтыны сұрап жатсыз. Байбақты туралы деректер түрлі-түрлі. Жалпы шежіре деген өзі ауызша келген деректер болғандықтан біз емес, мысалы Мәшһүр Жүсіп сияқты, оның алдындағы Мәшһүр Жүсіптің өзі бас иіп отқан шежірешілер бір ауызға келсе алмады деп шежірені анау жақтан, мысалы Алаштан, Аламаннан келіп, мына жерге шейін жеткізе алмады ғой. Бірақ 7 нұсқада, 9 нұсқада келген, осы нұсқаның біреуі дұрыс, қалғаны бәрі қате деп тастамаған, өйтіп айта алмаған. Сондықтан барлығын нұсқамен жеткізген. Бізде енді олар солай еткізген жерде, олардан асып түсіп, біз мынаусы дұрыс, мынаусы қате деп айта алмаймыз.
Ал қандай нұсқа бар, соны айтайық. Байбақтың әкесі, Байбақ, Жанбақты, Тінбақты үшеуінің әкесі Асқар деп айтылатын, Асқарды Жабу деген лақап есімі болған деп, немесе Жабу, оның баласы Асқар, Асқардың балалары Байбақ, Жанбақты, Тінбақты деген нұсқалары болса да, біз бәрінде сол нұсқамен жеткізгеніміз кейінгі ұрпаққа дұрыс деп ойлаймын. Байбақты, Жанбақты, Тінбақты үшеуі дүниеге келіп, бала кезінде әкелер Асқар қайтыс болып, содан кейін әмеңгерлік салтпен қалған 4 бауырының біреуі алуға тиісті болған кезде Масқар мен есейіп қалдым, жолымды сіздерге бердім деп айтты. Сондан қайсысын өзің таңдайсың дегенде Асқардың зайыбы тананы таңдаған деген бір нұсқасы бар. Сол кезде Алаш айтыпты дейді, ал мына Жанбақты мен Тінбақты сәби десеңдер, Байбақты есейіп қалды ғой. Бұлар енді тана болып кете ма, сонда екеуі сәби десеңдер де Байбақтыға таңба беріп, бұлар Байбақты болсын деп ұсыныс тастап, сол қабыл болыпты дегені бар. Тек Байбақты ғана болған кезде әкесі қайтыс болып, анасын танаға шыққаннан кейін Жанбақты мен Тінбақты танадан туып дүниеге келген дегенде нұсқасы бар. Және соңынан барып, мына 2 бауырым, анамыз бір ғой, менімен бірге болсын, біз бір ауыл болайық деп үлкендерге өтініш жасап, Байбақты өзіне қосып алған деген. Содан Байбақты атанып кеткен дегенде нұсқалары бар. 3 нұсқаның енді үшеуінде сіз жеткізіп отырсыз да? Жақсы. Ал енді көп сөз тіркестері ұруларға қатысты көптеп келеді. Соның бірі мен сізден сұрайын деп отырғаным, асықты ұрыға қой, шеркешті билікке қой деген сияқты бір сөздер келеді. Енді бұл әртүрлі ұруға қатысты. Жалпы осындай сөз тіркесінің шығуында қандай мән бар? Мысалға, шеркешті жаңа айтып отырып, билікке қой дегенде де бір мән бар ма деп ойлаймын. Өйткені оның ішінен шыққан Мақаш әкім деген кісі 30 жыл правитель, яғни ел билеген әкім болды деп айтамыз. Немесе Әбілқайыр хан дүниеден өткеннен кейін Нұралы ханның билігін мойындамай, бұл шеркештіктер өз алдына бір билік құрып, Тәуке ханның баласы Қайыптың ұлын хан сайлады деп айтады. Яғни осыған қатысты жалпы сөз тіркестерінің шығуында әртүрлі ұруға қатысты бір мән бар ма негізі? Енді ол сөздер тектен текке айтылмайды ғой. Жалпы енді 12 ата байұлы туралы Қазы бидің сөзі жетті. Дат ұлы Сырым бабамыздың ұлы Қазы бидің. Қадыр Сиқтың 2 баласын біреуін биліктен көресің, Сұлтан Сиқтың 2 баласын біреуін сыйлықтан көресің, Бақ Сиқтың 2 баласын біреуін ұрлықтан көресің, Адайдың 2 баласын біреуін зорлықтан көресің, Таздың 2 баласын біреуін қорлықтан көресің, Бергіштің 2 баласын біреуін өрліктен көресің, Жаппастың 2 баласын біреуін саудадан көресің, Есентемірдің 2 баласын біреуін қол өнерден көресің деген сияқты. Сондай ол өздерінің қабілет қарымына қарап айтылған. 12 ата байұлының Бергіш руына, оның ішінде Құлкешке қосылған Жүсіп деген ұлы жүздің сары үйсінен келіп қосылған адам туралы, оның 5 баласы 5 қасқа атқа мінген екен, 5 қасқа атанған екен дейді. Айтбай, Қараша, Байсейіт, Кешубай, Байқошқарларды мысалы Айтбайға ерсеңіз айқайлап жауға шабарсың, Қарашаға ерсеңіз қамқатонын жамылып қолыңа қаламаларсың, Байсейітке ерсеңіз бір сөзді болып шаруаңа мұқият боларсың, Кешубайға ерсеңіз шежірелі келерсің, Байқошқарға ерсеңіз ат үстінен сүйерсің деп айтып жатады. Ұлы жүзді найзеберді, ұлы жүзді қауға берді, қойға қой, орта жүзді қалам берді, дауға қой, кіші жүзді найзеберді жауға қой деп айтып жатады. Тап осы сөз енді әрбір рулардың ішінде өздері айтатын, соған икеміне қарап айтылатын сөздері бар. Соның ішінде енді жаңа шеркештің билікте болатын Қазы биде айтып тұр. Сонау Мысырда Тұманбай, Қайтбай деген халифалар болған шеркеш руының. Бейбарысты Бергіш деп айтады, Беруч деп жазылыпты деп ғалымдар жазуын көрген адамдардан да айтып жатқандарын естідім. Енді кімді Қайтбай мен Тұманбайды Бергіш деп айтады, шеркеш деп айтады.
Мақаш правительден 1830 жылғы солдырдың баласы 41 жылы 11 жасында Жаңа ханның мектебіне түсіп, жаңағы 45 жылы бітіріп шықты, 15 жасында. Сондай алғашқы түлектердің бірі деп айтылады ғой. Содан бастап билікке араласты. Тек Мақаш правитель емес, біршама ол жерде енді Мақаш правитель болған кезде тап соның құрдасы 1830 жылы Шомбал бидің Ниязұлы Шомбал бидің Ноғай қазақ Қоястың жаңағы баласы Жүсіп правитель болды ол жерде. Бірақ енді ол Ноғай қазақтарды өйтіп айтпаймыз. Берісте оның алдыңғы жаңағы сол Египетке барып халифа болған бабалармен бәрін байланыстырып сондайдан шыққан болса керек. Екінші тағы бір сұрақ. Бұл тышқанға тұрса мысық бар, адайға тұрса ысық бар деген бір сөз айтып отырмыз. Енді адайдың қызуқанды екендігі, адайдың бір өзіне дес бермейтін бір намысы бар екендігі, ол енді ақиқат, әлі де көріп жатырмыз кейбір жерлерден. Енді ысықтар туралы, оның ішінен шыққан батырлары, билері болса, оның арғы шежіресі қандай деген сияқты осы сауалға бір жауап. Алғашқы сұрағыңызда да ұмытып бара жатырмын. Жаңа ұры халық деп айтады деді. Ысық ұлы халық, бірақ оны ырға тілі келмейтін кісі айтқан деп те әзілдеп атады. Сен жамылып келеміз деген өлеңді олардың гимні деп айтып жатады. Жаңағыдай біздер ондай сөздердің бәрін халықтың арасында алауыздық болар деген мақсаттарды көп айтқым келмейді. Өз басым сұрақ қойып жатыр, және де осы айтылып жүрген әңгіме ғой енді. Жер тұрмаса шөптің басы қозғалмайды деген бар. Жалпы енді Қызылқоға деген ауданның жерлерінде өте көп шоғырланған, Қошалақ деген жерлерде шоғырланған, және де бұл шешендік жағынан да, елдің арасында беделдік жағынан да билері мықты болған. Жұмекен Нәжімеден деген ақын, сол Қошалақ деген жерден шыққан адамдар. Мынау 30 жыл еліміз басқарған Нұрсұлтан атамыздың да осы сөздерін жазып беріп, бәрін дайындап беретін Рақымжан Отарбаев деген ағамыз айтады, сол ысық руынан шыққан адамдар кезеңінде. Жаңа хан 1827 жылы хан кеңесін құрғанда 12 сенатордың орнына 12 сұлтанды өзі қояды да, 12 биді әрбірі өздері сайлайды. Сол 11 рудан, мысалы, Беріш руына Балқы Құдайберген, Шергеш руына Мүсіреп би Айдаболұлы, Жақып Шергеш, Алашаға Алтай Досмағамбетұлы деген Тоқпас Алаша, Кейтер руына Боздақұлы деген би болып жатыр. Қонажан Сапақұлы Байбақтыға, бұған айдың ішінде Қосақұлы. Осылармен бірге Жантөре Ақтанұлы деген адам ысық руына би болады. Ол соңынан кезегіндерде Көшек правительдің үйіне қонаққа келсе, Бөкей мен Жәңгірдің ортасында 8 жыл хан болған адам ғой, Шығай. Соның 1816 жылы баласы, 1866 жылы 50 жасында қайтыс болған. Шығайдың Жібек деген Асан қызы, Қарабай немересі Жібек деген 1792 жылы туып, 1870 жылы 78 жасында қайтыс болған әйелінен туған, бәйбішесінен туған Көшек правитель. 7 жұрттың тілін білген дейді ғой, 7 жыл оқыққанда. Қай ол қонақ келсе де сол жерде болып, солда жаңағы қонақтардың арасында сыйлы жерде болған адам, өзінің үйіне қонаққа Шомбал би келіп жатқан кезде Жантөре би оның үстіне келіп, мынауың кім шал жейіп жатқан деп Жантөре сұрақ қойды дейді, жаңағы ысықтың дейді. Сонда танымаушы ма едіңіз, жәке, бұл ханның 12 санатының бірі Шомбал би ғой деген ғой. Иесі Көшек правитель. Естуші едім сырттай. Атасы бұның Орауылдан келген 10 ауыл Жемсағыздың бойында арбасының ізі жосылып байұлына келіп қосылған. Атасы мұның білемін қойды баққан құл еді, шешесі мұның білемін тезек деген күң еді. Солардан туған Шомбалды жақсы би болды деп еді. Ертеңін аттанып кеткенше содан төмен қарап отқан Шомбал би атына Жантөре шынымен де мен дейін деп жатыр ма, кетейін деп жатыр ма деп
қарап тұрғанда атына мінейін деп жатып көзі түсіп кетіп Жантөренің Шомбал биге. Ей Шомбал, көргенше күн жақсы, өтіріктен шын жақсы, басына бақ қонған азамат бәсең болса сол жақсы деп айтқан екен. Енді ол 13 жасында Жәңгірдің әкесіне Бөкейге би болған, 1799 жылы Ақтанбайдың баласы, 1855 жылы 56 жасында қайтыс болған екен. Сол Бөкей 1812 жылы сұлтандықтан хандық атақ алып, 3 жыл хан болып, 15 жылы қайтыс болды 1815-те. Сол сұлтандық атақ алған жылы елді аралап, жер дауын шешіп жүргенде Ақтанбайдың үйіне түседі. Ақтанбайдың үйінде жоқ, 13-тегі баласы қосалып, табанда тұл биені жыққызып, қонақ қылып, төрде отырып, бәрі құлағына сыбырлап, жаңағы тапсырма алып, осы бәрінен басқарып отырған ақсақал Данагөйдің әңгімесін айтып отырған, таң тамаша болып, Нұралының қырғылы қырық пышақ болып, мына жаққа көшіп келіп ел болам ба деп отырғанда, мына баланы көргенде менің болашаққа деген үмітім артты деп қуанып Бөкей хан. Ел аралап шығайын деп отырмын, қасыма жүр деп шақырыпты ғой. Сонда хан емсе солай шешсеңіз бізде қарсылық жоқ қой, бірақ үйдің иесі болып отқанда бір айтатын сөзім бар, соны айтуға рұқсат етіңіз деген екен Жантөре. Ал айта ғой дегенде, сізде қонақ күнде келіп жатқан жоқ, әкем жоқта келіп жатсыз. Бала-шағаға қонақ болып кеттім демеңіз, Құдайдың берген малы ғой, 100 жылқыны сізге сыйға тартамын жайлаудан деп, жігіттер айдап апарып тастаңдар деп тапсырмасын беріп, өзі Бөкей ханмен еріп кеткен екен. Бәйбішеден келгеннен кейін Ақтанбай барлық болған жайды біліп, соңына ел құлағы елу хан ордасына оралып деген кезде барса, үлдемейін бүлдегі оранып отқан баласын көріп тұр, оң жағында ханның қасында отқан дейді. Ел аузында әңгіме. Сонда көз тойғанша қарап тұрып, қой мен шақырған жоқ қой, шығып кетейін деп кетіп қалған. Әкеңді көргім келеді деп жүр едіңіз, хан ием, жаңа бір адам ана жерге келіп тұрып кері шығып кетті, сол менің әкем депті. Баласы мынандай, әкесі қандай екенін көргім келеді ғой, естуім бар былай деп шақыртып алып, соншама жерден келіп тұрып, неге кетіп бара жатыр Ақтанбай дегенде. Мен естігенді өз көзіммен көрген деп келіп едім, мал иесім бала орнын тапқан екен деп кетіп бара жатқан ғой деп айтты дейді. Сондай бір уақиғасының өзінен қаншама жаңағы күні кешегі көз алдымызда болған ағаларымыз да, сол рудан шыққан адамдардың енді бүкіл мемлекетте 42 ру болса, соның ішінде руының адамдары осындай әнұранымызды жазып, немесе осындай елбасымыздың сөздерін дайындап отыратындай адамдар ғой енді. Арғысында, бергісінде айтқанда да. Керемет оқиғалармен бөлісіп жатсыз енді. Ұры емес, ұлы халық дейсіз ғой бір жағынан. Енді келесі сұрақ, атасынан тартып жатыр демеңіз, енді өзімде жиенбетпін, бірақ мынандай бір сөз бар. Есім ханның майманасы болды деп айтады, яғни оң қолы деп. Қаһарыңды басқалы, қалың елің жиылды, бастап келген өзге емес, жиенбет сынды биіңді 12 ата байлы бір тәңірге сыйынды деп, сол кездегі Есім ханға осындай бір адуынды жырмен өзінің сол намысын, байұлының қандай қаһарлы екендігін көрсеткен. Және солай өзінің інісі Жолымбетті осы ханның қолынан аман алып шыққан деп айтады. Енді осы сөздің өзінен біз көріп отырық, жалпы байұлының қаншалықты қуатты болғандығын. Енді осындай қуатты ұру, немесе осы қазақ халқының өзі бір қуатты, керемет халық деп айтамыз. Осы халық неге сақталып кетті? Мына тектілік неге қазақтан жойылып кетті? Осыған қандай себеп бар? Негізгі факторлар ретінде нені айта аласыз? Деген сұрақ. Енді сөз өнері жалпы шешендік өнер, бұл қай уақытта да қажет болатын. Басқа өнерлер тойда, санаулы жерде, арнайы жерлерде қажет болса, бұл сөз өнер барлық жерде де қажет болады. Осы бұл сөз жиенбетті жырау деген атауды қосып атау беріп тұрған, жиенбет жырау деп ататып тұрған, осы жүрегіндегі батылдық, оны сыртқа шығарып, сөзбен өріп, өлең қылып айтып тұрған. Сондай қасиеттер қазіргі уақытта біздерге жетіспей жатыр. Бұл бала күннен мысалға діни білім оқыпты, мантық деген сияқты пәндерді 10 жастарында оқыған, олар 13, 14, 15 жастарында, 13 жасында Жантөренің әңгімесін айттық. Төле бидің де, Қазбек бидің де,
жаңағы қалмақтың қоңтайшысында Қазбектің айтқаны бар. Абылайда аман алып Төле бидің айтқан сөзі бар жаңағы. Ей, мынау сырнайдай сарнаған кім? Үлкендердің әңгімесіне араласып деп ақсақалдар үйші мен арғынның ортасында дауды шешейін деп жатқанда, шу өзеніне таласып жатқан үйші мен арғынның арасында дауды шешейін деп жатқанда, сонда Төле би айтты дейді, 13-те отау иесі демес пе, кенәлім бе, келіп қалсам 15-ке деп бастаған жаңа сөздер 15 жаста екенін дәлелдейді. Сөйтіп келіп ақырында билікті маған берсеңдер, Сартабақтан сарқыт қайтар, шу өзенінің сол жағы үйшіндікі, оң жағы арғындікі деп шешті. Бәрі сол сөзге тоқтады дейді. 15 жастағы үлкен, ол үйшін деп тұрғаны 11 ұлы жүзді үйшін деп, 6 арыс орта жүзде арғын деп айтып тұр. Тек арғын мен үйшін руының ортасында дау емес, қазақтың деген үлкен 300-ның 200-ның ортасында дау шешіп тұр. Үйшін дегенде біздер Жалайыр, Қаңлы, 2-ші, 3-ші Сіргел, 4-ші Шаншқыл, 5-ші Сары үйшін, 6-ші Дулат, 7-ші Албан, 8-ші Суан, 9-ші Ысты, 10-ші Ошақ, 11-ші Шапарашты деген 11 руды ұлы жүздің үйшін деп жалпылама айтады. Арғын, Найман, Керейуақ, Қоңырат, Қыпшақ, 6 арыс орта жүзді арғын деп, кіші жүзді адай деп те біздің жаңағы адай руының өжеттілігіне жаңағы ақаған адай дейді. Біздерді жалпылама адай деп айта салады. Кіші жүзді 12 ата байұлының ішіндегі бір және кіші ру ғой, жас ру ғой адай деген. Осындай нелер бар. Енді сол қасиет біздерден неге жоғалды деген жаңа сауалға. Сол бұл балаларды ат отырып, әке отырып ол сөйлегеннен без, шеше отырып қыз сөйлегеннен без деп тыйып атса, әке отырып ол сөйлесе ер жеткен емес пе, шеше отырып қыз сөйлесе бой жеткен емес пе деп жарып шығып, жастайынан жаңа көзге түскен адамдар сол орта жасқа келгенде, үлкейгенде көп нәрсе қолынан келетін адамдар солар болады. 30-ында орда бұзбаған, 40-ында қамал алмас деп Жәңгір хандарымыз жаңа 7 жасында Ноғай қазақ руына сұлтан болып, 20 жасында хан болған ғой енді. 20 жастағы балаға мемлекетті басқарды деген қайда? Ол тек қазақ халқын емес, бүкіл башқұрт, татар, осы жақта Ноғай халықтардың барлығын қосып, Еділдің ар жағы мен бер жағын байланыстырып, үлкен реформатор болған, үлкен реформалар жасап бара жатқанда 42 жасында улап өлтірді. 1803 жылғы дүниеге келген бала 1823 жылы хан болып, 1824 жылы ақ киізге салып ресми хан етіп тағайындады. Дегенмен де ол 20 жасында хандық билікті толық алды да. Осында 15 жасында, 14 жасында, 13 жасында үлкен елдің жағдайына, елдің әлеуметтік жағдайына, саяси жағдайларына, дипломаттық қасиеттерін көрсетіп, жаңағы 14 жасында қолға түскен қалмақтың қолында тұтқындарды қазақ бәрін қайтарып алып келген ғой. Қазбек би. Бүкіл үлкен саяси шаруаға белсені араласып тұрған. Біздер қазір бала қой, жас қой деп 13-те отау иесі деп отқан жігіттерді біз бала санап, әлі бала дейміз. Ол енді қай уақытта Қадыр Мырза атамыз айтқан, жастардың батылдығын қарттарға берсе, қарттардың ақылын жастарға берсе деп. Ол батылдықта күш қайрат бойына тасыған кезінде елге ертерек қызмет етіп, елдің жайына араласқандар дұрыс болады. Біздің тыюымыз, бала деп менсінбеу жағымыз қате болады. Балаларды қамап қоямыз, әңгіме тыңдатпаймыз, қонақ деп басқа қонақтарды төрде отырғызып, балаларды олардың әңгімесін сығалап болса да тыңдайтындай жағдай жасамаймыз, араластырмаймыз. Жаңағы балалардың жастай тәрбиесіне мән бермейміз, сондықтан болар.
яғни ана қазақтың ішінде айтылатын жасы кіші болса да ақылы саға тұт дейтін бір сол жастарға не қарттардың орын бермеуі, екінші жаңағы бір дастарханның басында бір аталы сөздің жоқтығы, аталардың әңгімесінің бұрынғы ескі, немесе жаңа оны тыңдайтын ұрпақтың болмауы деп жатамыз. Және мына кеңес үкіметінен кейінгі дастарханның басына ащы судың келуі, бұлардың бәрі енді қазақтың сол дәстүрінің бір жоюы болар деп есептеймін өзім енді. Үлкендер енді кішіге ақылдарын айтып, өздері үлгі болатындай болып жүрсе, жаңа Қазбекке айтады 14 жасында Қоңтай, сен деген нағыз мына қазақтың ішіндегі данышпан да, батыр да сен екенсің. Тұрсатын жеріңде айта алсаң бітімге сөзіңді айт, айта алмасаң дірілдемей тұрсатын жеріңді айт деп аяқтайды. Сол кезде сенің орның төрге екен, мында төрге шық деген ғой. Сонда біздің қазақ жасына қарап отырады, жағына қарап сөйлейді. Менің ағаларым төрде отырса, менің төбеде отырғаным емес пе деп айтты дейді. Ағаларым төрге шығарған сонда. Ол ағалар енді мынандай інісінен айналмай ма? Бұндай інісі ағасын сыйлап тұр, ағасы інісін сыйлайды. Сонымен сабақтасады. Яғни жаңағы 13 жаста отау иесі деп жатқанның өзі мына қазақтың жауапкершілікті балаға беруі мәнісінде түсінемін. Енді отау иесі деп тұрған ол әке шешең жоқ кезде сол отауға ие болып қалу, жаңағы айтып отырған өзіңіздің мысалыңызда да келтірдіңіз ғой. Сол сияқты нәрселер деп, яғни жауапкершіліктің берілуі деп өзім есептеймін. Яғни 13 жасында ол жауапкершілік алатын болса, жаңағы 30-да орда бұзуы, оның 40-та қамал алуы дегеннің бәрі сол бір жауапкершілікке балаға берудің бір мысалы ретінде көрініс тапты ма деп ойлаймын қазақ қоғамында. Шәкәрім атамыздың бір сөзі бар ғой. Қазақтың түп атасы батыр түрік, арабсың деген сөздің түбі шірік дейді. Yani кейбір шежірелерде қазақты бір сахабаның ұрпағы деп айтады. Кейбір деректерде Нұх пайғамбардан таратып жатады. Енді осы қазір қоғамның ішінде көріп жатырмыз, қазақты араб құл деп айтатындар көп. Жалпы мына осы шежіренің дінмен байланысы қаншалықты? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Оқаз деген базарда бір ақынның, шайырдың өлең оқып жатқанын естідім. Осы жақын арада пайғамбар келеді деп, ол өлеңмен оқыды дейді. Сол кезде Абу Бакр Сыдық радиаллаху анху, мен де болдым сол жерде. Мен оны естідім, бүкіл өлеңін ол былай деп айтты ғой деп, сол ұзын дастанда бір рет тыңдаған Абу Бакр тоқтаусыздан дәл сондай етіп айтып берген ғой. 12 ата Құрайш руының бүкіл шежіресін түгел шашып тастап жинап беретіндей шежіреші болған Абу Бакр да. Енді мысалға келеді де, бізде Омар, Осман, Али деген қожаларымыз, бізге медресе ашып беріңіз, бізге үй салып беріңіз, бізге бір қыздарыңызды беріңіз, алдымызға малды салыңыз деген кезде, мысалы Башқұр Жүсіпов шығады да, шежіреңді айта ғой дейді. Шежіресін тізбектеп ағай апарып қоса алмаса, олардың сөздері алынбайды. Кім екенін ол құжаты ғой, шежіре деген құжаты, танысу құралы, құжаты ол кісілердің сый құрметі, орны халықтың арасында. Шежіресімен жалғастырып бере алмаса, олардың айтқаны жалған болып шығады. Неге осындай мысалы имам Матуриди біз не түрік екенін, не парсы екенін, не араб екенін дәлелдей алмаймыз. Бірақ араб емес екеніне күмән жоқ. Өйткені араб болатын болса, ол кісінің шежіресі тап-тұйнақтай болып жазылып, анау сахабаға шейін жетіп тұратын еді. Қасында екі ақида мектебі бар, біреу Абу Хасан әл-Ашқари, ол Абу Мұса әл-Ашқари деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қасында болған сахабаның 7-ші ұрпағы деп тап-тұйнақтай жазып тұр. Өйткені ол араб болған жерде олардың шежірелері өте жақсы дамыған. Шаджара деген терек дейді, тамырдан басталып, дің болып, бұтақ болып, жапырақ болып жайылып тұр. Енді адамның өмірін сонымен келтіріп тұр шежіре дегенде. Шәкәрімнің біздің атамыз түрік, араб дегені бәрі шірк дегені, сахабаларды араб деп есептеп, сондықтан ол бізде арабтан тарамағанбыз деп тұр. Нұх пайғамбардан тарамаған адам жоқ енді. Нұх пайғамбардың Хамсам, Яфас деген 3 баласы болса, Яфасты бізде Жаппас дейміз.
және тап шаппас деп әлі күнге шейін ұры етіп атасы етіп баласының атын қойып жүрген халық жоқ та болуы мүмкін. Қазақ халқы әлі аттарын қойып жатыр. Соны сол жерде әнес деген болса, әлі де әнес деген балалардың аты бар. Мәғаз деген аттар бар, Жабал деген аттар бар. Сол шежіреде 92 баулы қыпшақ бас қосып 92 рудан 92 бір ең мықты батырларын шығарды деп Мәшһүр Жүсіп жасады. Түркістанға жиналып, Мұхаммедті көрейік, батырлығы рас болса жанына жолдас болып берейік деп 92 батыр барды дейді. Содан сол жерде 3-ші соғыстың үстінде тұрған Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға барып, бір жағында көп әскер, бір жағында азына барайық не болса да деп, басқа бір шаңнан келеді, бір топ келеді, бәрі ана көбіне қосыла береді. Мына аз топқа ешкім қосылмайды, жаңадан шыққандан ғой, осы азы олар, осы мұсылмандар деп келіп, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды іздеп, кім деп сұраса, өлтіріп тастай ма деп, ұзын найзамен келген батырлардан қорқып айта алмайды. Абу Бакр радиаллаху анху бұл менің әкем түркістандық саудагер еді, Күлбаба деген. Бұл мына кісілердің сөзін мен сол кісінің сөздерінен біліп тұрмын, бұлар түркі халқы деп танысып, содан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен таныстырғаннан кейін жауларымыз анау болды ғой деп, жаңа жауға қағидай тиді, ұзын найза көрмеген, жалаңаш түйеден басқа ештеңе көрмеген, аттың құйрығын жалын көріп, таң тамаша болды. Сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түркім келді, көркім келді деген хадисті айтты деп, жаңағы арабшасы мен қазақшасымен Мәшһүр Жүсіп келтіреді. Осы адамдар ер қоян, иман байыр, жаңағы нақ қоян, нәзір, нәзірдің басы мәлік, мәліктің басы әнес, әнестің басы жабал, жабалдың басы мәғаз, мәғаздың басы Ақшолпан, оның басы Аққорай, оның басы Бұқарбай, оның басы Сейіл, оның басы Аламан, оның басы Алаш, оның басы Майқы. Түгел сөздің төбегі түп атасы Майқы, Майқыда Елхан, Жайылхан, Сейілхан, Елханнан Азербайжан, Гагаuz, түрік, Сейілханнан сегіз арыс түркменде өтеміз, тоқтамыз, жаумет деп бастаған 8 айын. Жайылханнан өзбек, Сыван, өзбек еді, Сыванды төмен деп те атаған екінші аты. Аққалпақ, Айғалпақ, Аққалпақтан қырғыз, Айғалпақтан қазақ, Созақ, Созақтан Қарақалпақ, Қазақтан Ағарс, Жанарс, Бекарс деген шежірені айтады. Оны іштерімізден кім шығып бұны дәлелдей алады деп, Құнанбайдың қажылыққа барған кезеңінде неткенде Досжан Қашақұлы деген табынның Атыраудың жоқ, мына Ақтөбенің Қандағаш деген жеріндегі табын. Сол кісі ғана арабшаға судай, сол жаңағы 120 адамның ішінен 20 адам орта жүз, 100 адам кіші жүзден барыпты ғой. Сол кісі ғана барып Бағдаттағы Абу Ханифа атындағы кітапханадан осыларды алып келді дейді. Бұлар арабтан деп тұрған жоқ, Түркістаннан барған 92 батыр сол жерде көбейіп, дінді үйреніп, білім алып, кім қай жақтан келді, сол жағына кері таратқан дейді ғой, дінді үйреніп. Енді сіздер өздерінің ата қоныстарыңызға барып таратыңдар бауырларыңызға деп. Сонда бұлар қайтадан келді деп айтады. Мәшһүр Жүсіптің енді шәкәрім екеуі енді құрдас шамалас адамдар ғой, Абайдан бір 13 жас кіші. Мәшһүр Жүсіп 1858 жылы туып, 1931 жылы 70 жасында қайтыс болды. Шәкәрім де сол 73 жасында қайтыс болды дейді ғой деректер. Екеуі де шамалас. Енді біз Мәшһүр Жүсіптің осы кітаптарын оқып, осы шежіреге деген құштарлығымыз солдан оянды. Үлкен кісілердің әңгімелерін естіп қызығамыз ғой енді. Ауылда үлкен кісілер шежіре айтады, қызық нелермен бітіп жатады. Сондай шежіре, естіп жүрген шежірелерді байқап қарасақ, Мәшһүр Жүсіпте ғұламалар жазған. Мен бұл сөздерімді түлкідей түс көріп, қалмақтай жауырын ашып айтып отқан жоқпын. Мен Әбілғазы Баһадүрдің шежіресін мына екі қолыма ұстап оқыған адаммын, Бұхараның медресесінде де айтады ғой, Мәшһүр Жүсіппен. Сәбит Мұхамеджан Тынышбаев деген сияқты ғалымдарымыз, ғұламаларымыз да осы шежірені жазып, таратып, жеткізген, кейінгі ұрпаққа қалдырған. Оқыған ұмытшақ деп оқуды керек қылмаған, жазған жаңылшақ деп жазуды керек қылмаған, оқу жазу болмаған соң жазылған шежіре де болмаған, құлағының тесігі бар, кеудесінің есігі бар, естіген көрген жат, көкірек кеудесі хат, оқпа құлақ жандар болған, сол жандардың ауыздан ауызға айтуынан кешеден бүгінге жеткен деп басталады дейді ғой. Адам атадан бері қарай айтып, 3 күнге деп жиналған алқа 4-ші күнге ұласып, ештеңе айта алмадық қой деп қарттар тарап, келесіде ана ауылда басқа қосамыз,
Қарттар бәрін жиналыңдар, бір-екі жас жігіт болсын, бір-екі жас бала болсын деп, тағы да бір-екі заманға тастап кетейін деп тұрған әңгімелер. Солар үзіліп қалып жатыр. Қаншама нәрсе үзіліп қалды, сосын бұрынғыларға таңдайымыз қағамыз да, олар қазіргі уақытта жасалынбай жатқасын, Ақсақалдар институты, бата бер дегенде тостай жататын болып кеттік қой. Ол енді көп көрініс тауып жатыр қазақ қоғамының арасында жаңа айтып отырғандарыңыз. Алихан Бөкейхановтың мынандай бір сөзімен аяқтағымыз келіп отыр. Тарих дейтін бұрынғы өткен заманның жайынан сөйлеп тұратұғын, бұрынғы өткен кісілердің ісінен хабар беретұғын бір ілім. Қазақтың көбі бұны шежіре дейді. Және тарих түзу жолды үйретуші, болашаққа жол сілтеуші түзу жол. Сондықтан шежіремізді, тарихымызды біліп жүрейік. Осымен біздің екінші подкастымыз тәмам. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып, қолдауларыңызды күтеміз. Және келесі шығарылымда кімнің руы жайлы және қандай сұрақтарыңыз бар шежіреге қатысты, соны жаза кетсеңіздер. Келесі шығарылымда соны талқылайтын боламыз. Қош, сау болыңыздар. Сурет кетсең ба? Әдіп? Соңынан сүреттен ғой.